Ассалаумағалейкум, құрметті серіктестер, достар. Сіздерге бір нәрсе көрсетейін. Бұл нәрсе соединитель шпона. Шпон бамбуковый панельге соединитель деген осындай болатын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, материалы алюминнен. Көріп тұрсыздар ғой, алюминнен. Және ортасы ашық болып келеді. Ортасы ашық болып келеді, және ортасы жабық болып келеді. Екіге бөлінеді бұлар соединитель. Бірақ бұл соединительді қолданған кезде қателік жібермейміз. Өйткені маған өте көп клиенттер келеді. Мұнда қолданған кезде мұны бармай қалды, бетпей қалды, сөйтпей қалды деген нәрселер өте көп айтады. Өйткені мұның қалыңдығы 5 мм ішіне кіретін бамбуковый панельдің. Одан артығы кірмейді. Бұл не себепті монтажниктер айтып жатыр дейді. Монтажниктер дұрыс кеспеген себепті мұнауды пайдалана алмайды. Түсіндіре алдым ба? Дұрыс кеспеген себепті. Сіздерге алдағы уақытта мен толық видео шығарам, қалай кесу керек және қандай монтажниктерге қалай алданып қалмау керек. Және мына жердің қай жеріне клейді дұрыс жағу керек, сол жерінде сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Және мен каналыма жазылып, лайк басып, коммент жазыңыздар, маған үлкен көмек болар еді. Тіркелуді ұмытпаңыздар.